Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, эфирде бүгінгі әңгіме хабары. Біздің бүгінгі әңгімеміздің тақырыбы жалпы ауыл аймақтардағы ауыл азаматтарының бүгінгі таңдағы кәсіпкерлікпен айналысып жатқан істері жөнінде болмақ. Біз осыған орай студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Ендеше студия қонағымен танысып алыңыздар. Бүгінгі студия қонағы Ордабасы ауданы Қарақұм ауылының тұрғыны, жас кәсіпкер Самат Сұлтанов мырза. Құрметті Самат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Мінекей енді өзіңізді осы Ордабасы ауданы көптен бері жұмыс істеп жүргеннен кейін осы мына заманның салтына қарай десек те болатын шығар, заман ағымына қарай өзіңіз жас азамат болсаңыз да мына енді мемлекетіміз беріп отырған үлкен мүмкіндігінің арқасында кішкене кәсіп ашып бүгінде ауыл елге үлгі көрсететін жағдайыңыз бар. Біздің де студияға шақырғандағы мақсатымыз осы, өзіңіздің осы жасап отырған кәсібіңізді ел жұртқа, ағайын, туыс, көрші қолаңға, ауылдастарға үлгі ретінде насихаттап айту болатын біздің мақсатымыз. Енді әңгімемізді көп сөз бостан бастасақ. Жалпы осы кәсіпке қайдан келдің, қалай келдің, қазіргі таңда атқарып жатқан жұмыстарың жөнінде өз аузыңмен баяндап берсең. Мен жалпы диқаншылыққа, ауыл шаруашылығына осыдан бір 10 шақты жыл бұрын келдім. Алдында неше түрлі кәсіптер істедік, әйтеуір қолдан келгенше. Сөйтіп осы диқаншылыққа бет бұрдым. Осыдан 10 шақты жыл бұрын. Содан бері мақтада ектік, дарбызда ектік, қауында ектік, қызанақ егіп отыр. Қазір қиярға, қызанаққа егіп, сол әйтеуір табысымызды тауып, бір отбасымызды асырап жатырық. Енді олардың бәрін бейнет аз емес. Бірақ соңғы уақыттарда өзің үйіргелік жерлерді пайдалану арқасында жұмыс істеп жатсың ғой. Осыны айта кетші, үйдің іргесінде қанша соттық жер бар? Ол ой қайдан келді, қандай көмек болды бәлкім? Осыны айтсаң. Жалпы қазір өздеріңіз де білесіздер, мына егістік алқапқа, гектарлы бекетінге шығын көп кетіп отыр да, қарап тұрсаңыз. Соның бір көретін пайдаңыздың да бір шамасы белгілі болып қалады жылда еге берген екен. Содан бір ой келеді маған. Бір азғантай сол жаңағы егістік алқапқа, поляға, бір 10 соттық жерден бір ерте қияр, помидор, жаңағы қызанақ өсіріп, ерте сатып, қымбаттау бағаға сатып, пайдасын көрдім. Сөйтіп бір ой келе бастайды. Неге мен осындай бір үйгерлік жерге ек көрмеймін? Ертерек пісіріп, ауылдың арасы ақ болғаннан кейін. Сөйтіп осындай ертерек егіп, сатып, бір алқаптан 2 рет өнім алып жатқан жайым бар. Содан жаман емес, шүкір әйтеуір бұйырған алып жатырық. Өзің таратып айтып кетсең, қазір Қарақұмдағы қай жерде тұрасың, қай ауылда тұрасың, ол ауылда қанша тұрғын тұрады жобасы? Ордабасы ауданы Қарақұм ауылынан боламын. 600-дей ма, 700-дей ма не бар, үй бар бізде. Ағын су мәселесі қалай? Ағын су мәселесі шынында да соңғы жылдары қиын болып отыр ағын су. Диқандарға шынында да су жеткізе алмай жатыр. Арыс Түркістан каналынан. Бірақ сумен қап кетіп жатқандар көп қой диқандар бізде. Ол енді су үлкен мәселе, үлкен проблема енді. Дегенмен енді әрбір үйдің ауласына қазір су құбырлары келіп тұрған шығар, барлық ауылда су қамтамасыз етілген. Осында пайдалануға болады ғой. Болады. Өзіңнің жаңағы үйіргелік жерге еккен дақылдарыңа ағын су пайдаланды ма, жоқ осы үйге келіп тұрған су құбыр арқылы келген сулардың жиып соны пайдаландың ба? Біздің үйге мынандай арықпен келетін ағын судың несі жоқ, арығы жоқ, су келмейді, былайша айтқанда. Мен кәдімгі крант бар ғой, колонка дейді, содан суарып кәдімгідей өнімін көрсетіп жүрмін мысалы алып жатқанымызда. Негізі болмайды деп жатады, хлор қосылған, анау-мынау деп, бірақ шүкір Аллаға жақсы өнім беріп жатыр. Тамшылатып суару әдісін қолданамын. Ал енді өзіңнің үйіргелік жерің аумағы қанша? Қазір өзімнің қарашағам тұрып жатқан жерім 7 соттықтай жер. Сол жерге кішігірім жылыжай салып, сол жерге өнім алып жатырмық, осы кәдімгі колонканың суымен. Бір жылда 2 өнім алып жатырмын. Ал былтыр аудан әкімі Нұрбол Тұрашбеков мырза үйіргелік жер берді, осы кәсібімді дамытуға, үй салуға, ауылдың сырттан үй салатын жерден. Сол жерден 24 соттық жер алып, биыл жан-жағын қоршап, көршіден свет тартып, құдық қазып, су шығарып, сол жерге 20 соттық қияр егіп, тамшылату әдісімен. Қазіргі таңда өнім жинап отырмын. Бұл жөнінде мен осы жақында жаңадан сайланған, осы Ордабасы ауданы жақында сайланған жас әкім Бағлан Батыршаұлы осы аудан жастарымен кездесті. Сол кезде кездесудің алдында қолөнер бұйымдарының көрмесі, ауыл шаруашылық өнімдерінің көрмесі болды. Сен сол жерге өзіңнің бақшаңда егілген помидор мен қияр алып келдің. Жап жақсы өнімдер, аудан әкімінің назары түсті соған.
Осы жөнінде енді айтып өтші, жаңағы қай уақытта ектің, осы өнімдерді қанша күнде жиналды, және оны қаншадан өткіздің, қайда өткіздің солардың? Жалпы мынау көшетті біз уақыт ұтуымыз керек болады да, өйткені мына күзге дейін бір алқаптан екі өнім алу үшін біз ерте қимылдаймыз. Есік алдағы жылыжайыма сол жерге ақпан айынан бастап тұқымын ектім. Мынандай ыдыстар болады, өз арнайы сол ыдыстарға егіп, бір айдан аса уақыт өсіріп өндіріп алдым сол жерден көшет қылып. Сөйтіп сәуір айының, наурыз айының аяғына қарай егістік алқабыма әкеліп қондырдым, үйіргелі жерге. Төбесіне сымын қадап, дуга дейді, термос деп айтады біреулер. Сондай әдісті қолданып, ыстық суықтан сақтау үшін сөйтіп өсірдік. Енді бағасы әртүрлі болды. Алдында 300 теңгеден бастап енді біріншісі, кейіннен 200-ге түсті, сөйтіп қазір 100 теңгенің 100 бен 150 теңгенің төңірегінде қазір сатылып жатыр. Сондай бағада өткізіп жатырмын. Ол өткізетін жерлерде қиналып ондай бір болған жоқ па? Соншалықты бір не жоқ. Мынау біздің көрші ауылда Төрткүл деген біздің базар бар, кішігірім базарымыз бар. Сол жердегі бір магазиндер, дүкендер. Сол жердегі алып сатарлар, базардағы апайлар бар, адамдар бар, саудагерлер, солар алады. Өзімізде бір халыққа сатамыз. Сөйтіп тез өткізіп кетіп жүрмін. Иә. Ал енді бірінші өнім түгел жиналып бітті ғой қазір шамасы. Енді алқаптарда бар ма кішкене? Жалпы бітті. Бүгін ертең бір-екі теріп алатын бар, одан кейін бұзып, қазір қайтадан бір 5000 көшет егіп қойдым. Ол дайын тұр, өсіп. Екінші өнім ба, екінші айналым. Соны бұйыртса ала бұйыртса бір 2-3 күнде қайтадан жерді айдап, қайтадан өңдеп, қайтып егіп тастаймыз. 20 соттық жер ғой? 20 соттық жер. Ол жерде немен жердасыңдар? Трактормен. Ауылдағы трактормен бір ауыз айтып, пұлын беріп дегендей, қайтадан өңдеп. Ал енді 20 соттық болса да өнім жинау енді 2 күн сайын жиналды ма? Күнде жиналып тұрды ма? Күн ара. 2 күнде бір ғой енді. Бұған енді өздерің жинады ма? Жоқ, жұмысшы жалдап дегендей? Жоқ, жұмысшылар аламыз, біз өзіміз үлгере алмаймыз. Кейде 6 адам, кейде 8, кейде бір 10 шақты адам алам, ауылдың әйелдері бар. Мәселе осында ғой. Ол адамдарға ақысын бересіңдер? Ақысын береміз. Иә. Бізде қазір күндік 4000 теңге болып жатыр. Кейде тек жарты күндің ғана алатын кездерім болады. Әр адамға 2000 теңгеден, кейде толық төлейтін күндерім болады, 4000 теңгеден болады. Әр адамға беретін еңбек ақысы. Кемінде 5 адам жұмыс істей ма? Кемі 6 адам ғой, кемі 6 адам. 6 адамыңызды 4000 теңгеден 24 мың бола ма күндігіне? Олар қанша уақыт жұмыс істейді сол жерде? 8 сағаттай жұмыс істейді. Қанша күн? Сағатын айтып отырсыз ба? Жоқ, сағат болғанда қанша күн, қанша уақыт? Менікі уже көктемнен бастап қара күзге дейін жұмыс болады ғой енді. Өйткені менде 2 рет егіледі да, тоқтамай жұмыс болады. Иә. Сонда кемінде 3 ай, бір маусымда бірінші өнімнің өзінде 3 ай жүреді. 3 ай жұмыс істеп тұр ғой. 3 айда дегеніңіз бір адамға шаққанда қанша айлық табыс тауып тұр мысалға? 4000 теңгеден. Әртүрлі болады. Мысалға бір неңіз 120 мыңның үстінде, 100 мың үстінде болып тұр ғой енді. Ауылда тұр не деген ақша мысалға? Мінекей мәселе осында, осы елді жұрты осыны насихаттау керек. 6 адамды, яғни сен бір маусымдық жұмысты қамтып отырсың. Қыс кезінде ғана енді бос болар. Ал енді осындай кәсіппен айналысып жатқан ауылда өзің замандастарың, құрдастарың, достарың, көрші қолаң дегендей бар ма осыны жасап жатқандар? Бұндай үйіргелік жерден егіп табыс тауып жатқандар бірең-сараң ғана негізі. Бірақ бізді көріп, істеп жатқан тірлігімізді көріп, істегісі келіп жүрген жігіттер, азаматтар бар. Мұны көріп қана қоймау керек, осыны ауылға насихаттай беру керек. Мысалы бүгін өзіңді студияға шақырып алып, әңгіме жасап отырғанымызда, әңгімені баста айтып кеткен түпкі мақсат осы. Үлгі алсын, көрсін дегендей. Мәселен, сен тұратын сол Қарақұм ауылының арғы шетін, бергі шетін санағанда мен көп болса бір 2 шақырым төңірегінде шығар ауылдың көлемі. Сол шамада ғой. Жердің топырағы да, климаты да бәрі бір ғой мысалға. Сенің үйің орналасқан жерге жаңағы қияр мен помидор өсіп, ауылдың екінші шетіндегі кісінің бау-бақшасына өспей алады деген нәрсе жоқ қой. Ондай нәрсе жоқ. Иә. Мінекей көрдіңіз бе, осыған көзді ашу керек меніңше. Ауылда тұрып. Ал енді жасырмай айтшы, осы ауылда енді басқа кісілерді айтпай ақ қояйық, өзің сөз көтеретін құрдастардың аулалары, бос жатқан аулалар бар ма? Бар, көп, өте көп. Иә. Енді сөз көтеретін соларға не айтар еді мысалы? Жалпы бос жатпаса екен деймін сол жерлер. Жоқ, олардың ауласы бос жатып, өздері басқа жұмысқа қол тимей жүргендер. Енді сондай да болады, біреулері анадай бір ауқымы кішкентай жер болғаннан кейін бір қандай табыс табам деген ойда да болатын шығар. Бірақ көзін тапқан адамға әрбір істен 1 шаршы метр жерден де
табысталуға болады. Бір шаршы метр жерде укроп дей ма, соны егіп қойсаңыз, қасында помидор егіп қойсаңыз, огурчигіңіз бар, жағы тағы. Сол сияқты көкөністерді. Бұны айланып келген кезде көрдіңіз бе? Дүкеннен, магазинде ештеңе сатып алмайсыз, өзіңізден шығады ғой. Қызығушылық мен жолсам артады. Осыны айта беру керек шығар, көп жерде, отырған жерде, жүрген жерде, тұрған жерде, бас қосылған жерде осыны айта беру керек ауылда үлгі тұтып. Мен енді мынау әлеуметтік желіде жаңа Instagram, Facebook, YouTube кішкене каналдарым бар өзімнің жеке. Сол жерге салып отырамын тілектерімді. Өзіміздің еліміздің әр жерінен хабарласып сұрап жатады, білмегендерін сұрап жатады, әйтеуір білгенімізді бөлісіп, халыққа әйтеуір кішігірім болса да бір қалай айтсам болады, мотивация дейді ғой. Иә. Бір кішкене ой атып саналарын. Осындай бір кішігірім жерден жұмыссыз жүрген болсаңыз егер, осындай табыс табуға да болатындығын бір көрсетіп жүрген бір нем бар. Әлеуметтік желіде бөлісіп білгенімді. Бағын енді өзіңе де таныс, осы студияға кірердің алдында сенің қасында бір жігіт болды. Ол жігітпен жай бір мүмкіндік тауып сұрастырған кезде, сен өзі Орта-Бос ауданы, ол азамат Отырар ауданы. Отырар ауданының Шәуілдірдің жігіті екен. Сенің қасында жүргені сенен көп кеңес алып, сіздің жасаған жұмыстарыңызды зерттеп жүрген азамат екен. Айта кетсең осында. Бұл Самат деген кісі, бұл кісімен әлеуметтік желіде Facebook желісінде таныстық, сұрап жүрді осыдан 1-2 жыл бұрын. Жаңа істеп жатқан тілектерімді салып қоямын ғой, жаңа суретін, видеосын дегендей. Сол посттарымды қарап, жекеме шығып сұрады. Өзіңде бір есік алдында бір 50 соттықтай, 40 соттықтай жер бар екен, сол жерге бір егін ексем болады екен ғой деген бір ой келе бастайды ол кісіге, жаңа біздің істеп жатқан тілегімізді көріп. Сөйтіп ол кісі өткенде бір келіп кетті, шаруашылықтарын, тілектерімді көріп танысып кетті. Кешеде келіп, тағы да ақылдасып кетті. Бүгін қалаға келіп, енді ұрықтарын алып, қиярдың арнайы көңдерін егетін. Сондай бір қалбырша ыдыстарын соны алып, Құдай қаласа, бүгін ертең уже бастайды ала берді. Күздік қиярды өсіріп, 20 соттықтай жерді көрмекші. Бұйырса, жақсы болса, келесі жыл үлкейтеді ауқымды. Сізде береке берсін емес, бұл да өзіңді жаңағы әлеуметтік желіге өзің жасап жатқан тірліктеріңді, істеріңді салғанның нәтижесі ғой. Соның нәтижесі. Соның нәтижесі. Мінекей көрдіңіз бе? Жаңа өзің айтқанда ауыл жерлерді бос жатқан жерлер өте көп. Өзіңді дұрыс айтып кеттің, осы азғантай жерден еңбектенгенде не өнім аламын деп. Сондай нәрсені ойлайды ғой. Бірден батып ол мақсат емес, кәсіп содан басталады. Ақша, не дейді, теңге тиыннан құралады дегендей. Ауласында шағын жер болса да біріншіден өзі жейді, бала шағасы жейді. Содан барып кәсіп бейімделеді ғой, құр жатқаннан гөрі. Ал енді бір екінші мәселе, кейде бір істерде өзіміздің осы салаға байланысты, мысалы, дәл сол саланың мамандығына байланысты сауатымыз кейде кемшін түсіп жатады. Бұны айтып отқан себебім енді бау-бақша егу үшін оған биологиялық, агрономиялық жұмыстар керек қой. Енді агрономдық білім әрқайсымызда жоқ. Оны интернеттен көреміз, үйренеміз, сұраймыз дегенде ол кемшін түседі. Дегенмен осы көшеттер таңдаған кезде Орта-Бос ауданы жер климатына, топырағының құнарына байланысты таңдауға бола ма, жоқ әлде көшет болса болды деп еге саламыз ба әлде? Негізі осы неге келген кезде көп адам қателесіп жатады. Жалпы біздің көшет болса болды еге салады. Көшет болса болды еге салады. Мынау біздің базарларда, мынау басқа ұлттың өкілдері кеп осы біздің Қазақстанның несі кеп сатып кетеді көшеттерді. Оның ертең қалай болып өсетіні бір жаман жері, ертең өскен кезде, піскен кезде ғана білесіз. Қандай өнім бергенін, қандай болып шыққанын. Ал мен енді бір халыққа айтарым, гибрид дейді ғой, будан дейді. Сондай сорттардан алса екен деймін, халық. Қазір Шымкентте көп қой, Алаш базарының айналасында ондай дүкендер, агроном дүкендер. Сол жерден сатып алса, сол сапалы тұқым. Ол жер таңдай бермейді оңайықпен. Ол жақсы өнім береді. Өйткені бұл арнайы тұқымдарда жақсы күтім жасса, көп өнім береді. Осы жерде жаңа дегенде кез келген нені еге салмай, сондай арнайы агромагазиндерде сатылатын сондай тұқымдардан алып, көшет өндіріп ексе екен деймін. Сол кезде мол өнім алады, әрі дәмді болады оның несі. Жақсы өседі былайша айтқанда. Сондай ексе екен деймін. Осы зерттеу керек. Өйткені бұны айтып отырған себебіміз енді журналистер қауымы көп жерде барамыз ғой. Ол тек қана көшетке байланысты емес, тұқымды да сондай. Кейбір өзіміздің ағайындарымыз кәсіп қылайын, аула босатпасын деп ниеттері дұрыс енді. Көшет болсын, тұқым болсын, көкөніс болсын, ағаштың өнім болсын, алады да еге салады. Ол ертең қиындықпен өседі, жеміс бермей жатыр кейде. Бұл мысалы майлы дақылдар да сондай, арпа, бидайды да сондай тұқым болса болды, алқапқа еге салады. Оның ар жағын зерттемейді.
ол енді бүгінгі таңда тұқымның сорттары өте көп қой. Онда осының ара жігін ажыратып беретін бір мамандар кеңесіне сүйеніп жатсаңыз жақсы болар еді. Ал енді мынау енді жаңағы әдемі тірліктер болса болсын, оны жасыратын жоқ. Енді біздің облыстың әкімі Өмірзақ Шөкеевтің шаруаларға берген тапсырмасы бар ғой, жаңағы бір алқаптан кем дегенде 2 өнім алу керек деген. Бұл енді өзінің қазіргі нәтижесін беріп келе жатыр. Бұл басталғалы көп емес, 2 жылдың көлемі болды. Осы аз ғана уақыттың ішінде көптеген тұрғындардың қазір осы бау-бақшаға деген ықыластар оянып, көп жерде жасалып жатыр. Ал одан бөлек, мысалға мына үйірмелі жерлер тамшылатып суғару әдісі арқылы жұмыс жасап жатқандар да бар. Бұл жөнінде ауылдарында бар ма жаңағы мемлекеттен 550 мыңдай теңге алып тамшылатып суғару әдісі арқылы жұмыс жасап жатқан азаматтар? Ондай азаматтар жоқ бізде әзірге. Мен ақ болып тұрмын. Мен былтыр осы жаңағы кәсіпкерлік палатадан, Атамекен кәсіпкерлік палатасынан бастау бизнес бағдарламасы бойынша 555.600 теңге қайтарымсыз грант ұтып алдым мемлекеттен көмегі ретінде. Соған жылыжай салып тамшылатып егіп жатырмын. Жалпы ондай алдында оқығандар болды, бірақ басқа саламен оқығанда жаңағы басқа кәсіпті таңдап сондай істеп жатқандар бар енді. Бұлар жалпы тамшылату әдісі бойынша ешкім оқымады менің білуімше. Бұл енді ондайға қазір мүмкіндіктер бар. Қазір аудандарыңызға жаңадан әкім келді. Осы саланың, кәсіпкерлік саланың қыр-сырын өте жақсы білетін азамат. Енді жалпы мемлекет бағдарламалары көп. Енді өзің көзің ашық азаматтардың бірісің. Жолын таппай жүрген азаматтарды ауыл әкімімен жолықтырып, ауыл әкімшілік мамандармен сөйлестіріп жататын әрекеттер бола ма өзі? Қарапайым халық кейде біле бермейді. Көптеген жобалар бар ғой, көптеген бағдарламалар бар мәселен. Өткенде өздерімен аудан әкімі кездескенде айтты. Ол қолөнер тек қана бұл бау-бақша өнімі емес, қолөнер бұйымдарына да мемлекеттен берілетін көмек бар. Түрлі ас мәзірлерін шығаратын, түрлі жаңағы кондитерлік өнімдер шығаратын азаматтарға да мәселен. Сол жерде көрді, көптеген азаматтар ондай бағдарламалардың барын білмейді. Мәселен. Шынында да енді таныстырып жатады, енді көп халық білмейді шынында да бұндай бағдарламаның бар екенін. Жалпы енді ауылды жер болғаннан кейін дұрыс жетпей қала ма кейде, әлде мамандары дұрыс жеткізе алмай ма, сондайлар болып жатады. Бірақ енді өзім естідім, сөйтіп оқып алдық қой енді, Аллаға шүкір. Жалпы осындай бағдарлама мемлекеттерден осындай бір көмек ретінде берілетін, жаңадан кәсіп ашам деп жүрген азаматтарға, азаматшаларға осындай бір қолдаулар бар екен мемлекеттен. Көбірек насихаттаса деймін. Осы жаңа біздің әкімшіліктің мамандары, әрбір ауылдың бір әкімшілік мамандары болады ғой. Бір кішігірім жиналыс ұйымдастырып па, мүмкіндік бар ғой енді ауылда жерде. Сол жерлерге осындай бағдарлама бар, осындай жұмысы жүрсеңіздер кәсіптер ашуларыңызға болады деп бір насихаттаса деймін көбірек. Енді ондай мүмкіндік бар. Өткен аудан әкімі кездесуде ол жастарды айтты. Кез келген елдік, қоғамдық, халықтың мүддеге қатысты ой пікірлеріңіз болатын болса айтыңыздар деді. Сондықтан енді осы аудандағы белсенді жастардың бір өзіңсің. Осы мәселен әлеуметтік желіде болсын, басқадай болсын айтсаңыздар, ауыл әкімі арқылы аудан әкімінде мүмкіншілігі бар. Енді өзіңде жүрген жерде жаңағы айтып жатқандағыдай достарыңыз, жолдастарыңыз насихаттап жүрсең, онда аз көмек болмайды. Енді алдағы уақытта бір жоспарларыңнан бір бөлісе отырсаң, қандай мақсаттарың бар? Енді Алла қаласа жоспарлар көп алға қойған. Енді иншалла мынау аудан былтыр аудан әкіміміз Нұрбол Тұрышбеков мырза болды ғой, Әбсаттарұлы. Сол кісі 24 соттық 2 үйлік жер беріп, мектеп беріп кетті, ауылына көмектесіп. Сол жерге кішігірім үйімді салып, қалған жерім, бос жатқан жерім барлығына жылыжай салып, тамшылатып, егіп, сол жылыжай кәсібін дамытсам деген бір мақсатым бар алға қойған. Енді ары қарай дамып жатсақ, қолымызды ұзарып жатса дегендей, мынау егістік алқаптарым бар өзімнің, суармалы жерлерім. Сол жерге де свет тартып, мүмкіндігімше әйтеуір ойқада бір сондай бір кәсіптерді дамытсам деген бір мақсаттарым бар. Өте жақсы. Енді ондай мәселелерге тек қана өзің ғана емес, өзге де жастарды тарта беру керек. Сонда ғана бір ауылдан бір кәсіпкер шыққан ол енді ешқайда жетпейді. Сондықтан сол ауылдарда өзің сияқты кәсіпкер көп болса, елге де онысы отандық өнім көбейеді. Сонда ғана сол өнімдер
просто мынау енді қысқа қарапайым ғана тәсілмен айтқан кезде сол ауылдағы ақша да алысқа кетпейді, сол елге қалады, елден де жұмыс табылады. Негізгі саясат мақсаты сондай ғой бір кәсіпкердің. Енді алдағы уақытта сол мақсаттарыңа жете бер деген ниетпен біз енді хабарымызды аяқтағымыз келеді. Бірақ хабардың соңында тағы да осы мүмкіндік пайдаланып елге жұртқа айта кетер ұсынысың не біздің пікірің болса тағы да бір мүмкіндік бар. Енді қазір көп жастарымыз жұмыссыз жүр ауылды жерде. Сол жігіттерге, жастарға айтарым, істеймін деген адамға жалпы екі қолға бір күрек табылады. Ең бастысы ерінбесе, еңбек етсе, барлық нәрсе болады. Соны айтқым келеді. Өте жақсы. Қандай кәсіп болмасын, егіншілік болсын, бау бақша болмаса да басқа да кәсіптер көп қой түрлері. Соны жақсылап қолға алса, еңбектенсе, барлық нәрсе болады. Соны көзін тапса, көзін таппай жүргендер болса, кез келген осы ауыл әкімшілігінде болсын, өздерің сияқты жастардан сұраса, ұтылмайды. Әрине атамғазақ айтқан көп еңбек еткенге бақыт бас ниет деген. Дұрыс, құрметті Самат мырза, бүгін біздің студиямызға келіп өзіңнің жоқтан бар жасап жүргендей тірлік жасап жатқаныңа, сонау Ордабасы ауданының алыс ауыл түкпірінде тұрып, бос жатқан жерлеріңді пайдалана отырып, кәсіпкерлік жұмысын атқарып, елге де өзгеге де өнім сыйлап жатқаныңа біз енді ризамыз. Осы мақсатта өзгелер үлгі болсын деген мақсатымызды әрине шақырғанбыз. Алдағы уақытта жұмыстарымызды табыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямыздың қонағы Сұлтан Самат атты мырза болатын. Бұл азамат ауылдың қарапайым ғана азаматы. Өзі мемлекеттің беріп отырған мүмкіндігін заман ағымына сай өзінің бос жатқан жүрген жерінен биылдың өзінде осы 2-3 айдың ішінде 10 тонна өнім алып, ауыл елге ырыс құт береке әкеліп отырған азамат. Алдағы уақытта осындай азаматтарымыздың ауыл елде қатар көбейе берсін деген ниетпен біз хабарымызды аяқтағымыз келеді. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.